Фатиха сүресін көп оқыған адам Алла тағаланың ашуын басады. Духан сүресін оқыған адам ал қияметтің қорқынышынан сақтайды. Ясин сүресін көп оқыған адам қиямет күнінің шөлінен құтқарады. Уақиа сүресін көп оқыған адам ол таршылық көрмейді, кедейліктен құтқарады. Ал Мүлк сүресін көп оқыған адам қараңғы қабірдің азабынан сақтайды. Каусар сүресін көп оқыған адам дұшпандардың жамандығынан қорғайды. Кафирун сүресін көп оқыған адам өлім сәтінде кәпір болып, күпір болып өтіп кетуден қорғайды. Иқлас сүресін көп оқыған адам екі жүзділіктен сақтанады. Фалақ сүресін көп оқыған адам мынау көре алмаушылардың кесірінен сақтайды. Нас сүресін көп оқыған адам азғырушылардың жамандығынан сақтайтын болады. Бұл қасиетті сүрелердің кереметтері жайлы ағайын достарыңызбен бөлісе отырыңыз.